Шымкент қаласының аумағындағы 167-де 10 қоныс колониясында жазасын өтеп жатқандардың бірі терроризмді насихаттаған. 34 жастағы азамат осылайша мерзіміне мерзім қосып алды. Қызылорданың тумасы ұрлық жасап 8 жылға бас бостандығынан айырылған. Абақтыда наразы топты жағалап, радикалды идеологияға маталады. 2019 жылы Шымкент қаласындағы түзету мекемесіне ауыстырылған ол, сотталғандар арасында экстремистік идеологияны насихаттапты. Сот процесі кезінде оның қылмысын әшкерелейтін айғақтар жіті тексерілді. Сондай-ақ өзге сотталғандар да әлгі азаматқа қарсы куәлік еткен. Аталған азаматқа Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 174 бабының 1 бөлігімен 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. 256 бабының 1 бөлігімен 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 58 бабының 3 бөлігінің негізінде онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру жолымен түпкілікті 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, оның іс-әрекетінде қылмыстардың қайталануы танылды. Бүгінгі күні сот үкімі заңды күшіне еніп, орындауға жолданған.